өзінің бутигі шығар, мужской. Ойын ойнайын деп жатыр. Қыздар қараңыздар, сіздер бізде қазір осы дүкеннің сатушысы боласыздар. Қораға тығып жатыр, қораға. Онда өзіңіз тұрсаңыз келіңіз. Мамаңыздың жанына. Бұл кісілер сатып алушылар. Қазір сіздерге кез келген киім, кез келген бағада таңдап, осы адамдарға сату керексіздер. Жылдамырақ. Ала берсе тегін. Өзің киетін нәрсе алса киетін. Бірақ жер сыймайды ғой мұндама. Кикош. Болды уақыт болды уже. Жылдамырақ, керемет. Сатып алу керек, бірақ жеңмен келесіңдер, маған жең керек. Өзіме алып беріп жатыр қойы. Дархан қораға кіріп кеттім ба? Дірілдеп отыр қолы. Каспийде ақша болмай қаламады, дірілдеп отыр қолы. Әкетіңдер, қыздар, әкетіңдер. Ас болсын, мам. Рахмет. Не? Анда аяқ киім бар екен, аяқ киім асыруға көріп тені маған. Бұба, адресті айтшы қай жер? Бизнес-центр Алматы, Иманова 19, екінші этаж, экскалатордан көтергенде оң жақтағы самый әдемі бутик біздікі ғой. Жақын күші. Магазинға дальше обзор жағына бірдене болып қалды, короче. ЧП болып қалды, ЧП. Алтыннан алар бижутерияға түсіп қалды деп күлмеңіздер. Кейін деп отыр, короче. Олар малда қарыз болып қалмау керек. Шотайым. Мен заграмым қайда? Іші өте әдемі, эстетично, минимализм. Жан, Ал. мен коллектор дейді кем. Бәрі ойлаған шығар, хиджаб сатады магазин деп. Раздевалканы ішіп көреміз. Аш қаза біреу шешіп тұрса. Адам бар ма? Адамдар бар ма? Іші осындай. Айна жанып тұр, әдем ба? Күшті болып тұр ма? Жаннан саған ғой деп. Мына саған. Ой, не істеп жатыр мыналар? Нақышты екен. Нәсіка күшті. Алып берейін ба? Ала ғой. Бүгін нешесі? 8-і ғой. Ровно бір айдан кейін iPhone 16 ойнатамыз. Келіп, чектарыңызды алғаннан кейін артына номеріңізбен ат жөніңізді жазуды ұмытып кетпеңіздер. Осылай чектарыңызды толтырасыздар обязательно. Осы Алматы бизнес-центрдағы ең элитный магазин. Әйелдер магазині. Ой, үшін мына магазин Бота мен Бубаға аманат. Енді менің өзімнің задачам бар, өзіме цель. Ана Rise Diamond'ның орнына басқа бизнес ашайын деп отыр қой. Соның атын, в общем, айтып сағым кеп тұр сендерге ше, жасырмай, оны интрига қылмай, просто андай каждый процессті көрсеткім кеп отыр ремонттың. Өйткені біз ол жерге істейтін нәрсе ол Астанада вообще жоқ. Білмеймін, даже қандай қалада бар ондай. Сол новый дизайн, новый әдемі, в общем, анашы кайф болады. Сон просто ертең бәрі дайын болғаннан кейін бірақ көрсетейін ба, или сразу көрсете, сразу айта салайын ба, не болатынын. Сон қолым толып қалды ғой, видео түсіремін деп. Сол, дальше движуха, скоро ремонт басталады. Бүгін уже ақылдасып, барлығын сөйлесіп шешіп қойдық. Сол, еще Алла қаласа 2-4 күннен кейін жолға шығып бара жатырмыз бір жаққа. Ол жаққа ютубқа влог түсіремін. В общем, қызықты контенттер болады алда. До конца көріңдер. Осылай өсіремін. Мен өте бір қатты таң қалған нәрсем бар. Мен Бубаны кішкентай деп жүрсем, Бубадан да кішкентай қыз бар екен ғой. Нешедесіз сіз? Не спрашивайте, вы не угадаете. 24, 24, Еще. 27, 28, 30. 29. 29-сың ба? 95. 95 жылға? Базар, жоқ. Ана бар ғой, айым жол, айдым жол. Здесь какой снег? Ешкім көрген жоқ қой мынаны. Тимеш, мен жұмысыңа келдім. Мен мешін шие бергім келеді, сен ойымды бөліп жатсың. Міне бауырларымыз әйелдерін алып келіп жатыр. Көп рахмет. Бірақ мен екі ойында ататым ғой. Бір жағы поддержка, бір жағы әйелімді ғой. Бір жағын әйелім қуанып отыр, бір жағын маған поддержка беріп кетуге келген. Алла разы болсын, істеріне берекет берсін, иншалла. Біз киноға келдік, 40 минуттан кейін басталады. Бота екеуміз пока біз машинада уақыт өткізіп отырмыз.
Kelin ko'chimi? Бота екеуміз ала қаласа YouTube'ға совместный бір влог шығарамыз. Балайына кетіп баратырмыз екеуміз. Немен күресесің негізі? Крючок. Мен саған алдында айттым ғой, мынандай. Захват. Бұлай күресуге болады дедім, атын айттым. Сосын бұлай күресуге болады дедім. Крючок dedim. Крючок? Крюк? Что это ренжімешен, жон байқамай қалдым ғой. Астанаға бүгін өнердегі, өмірдегі бауырым келіп қалды. Ой-бой. Ассалаумағалейкум. Қимай тұрсыз ба? Дейді. Кімді? Сол 55-пен күтіп алдық. Ал, бисмилля. Қош келдің ма? Тілеужан келді. Шапка қайда, шапка? Машинада. Машинада. Сен шапкаң ғой. Мен тұрсыйларын алып келдім ба? Тұрсыйларын киіп жатырмын мен. Что? Криштиану Роналдо болып жүрсің. Қатты кішкене тартылып тұрады екен, сонда да шыдап киіп жүр. Не істейміз бүгін? Білмеймін, я в твоем распоряжении. Баняға барамыз ау. Давай. Бірақ көбісі айтады, қайнатасымен баняға баруға болмайды дейді. Сонда анау пляжға баруға болады да, баняға баруға болмайды. Шортикпен жүреміз ғой баняда. Осы біздің үй. Төрлетін шығыңыздарге. О, құдаке. Тайны Сантада алған. Офисіма қойым алыршы. Ал кәне пап, өнеріңізді көрсетіңіз ал. Шәкіртім менің, шәкіртім. Молодец, өнерлі жігіт. Енді сағат қазір таңғы 9. Обедте, как положено, жұмыртқа емес, манты болады пап. Түнде кеш жатқанбыз сол. Таңертең папа келеді, ұйықтайық деген жоқ қой. Сағат 3-те ұйықтағанбыз ғой, кинодан келіп. Жуын шайып дәрет алайық да, мешітке барайық. Жұмаға дейін сол жерде ұйықтап алайық. Ұйықтасаңыз дәретіңіз бұзылады ғой. Былай ұйықтайық, жартылай. Бір көз ашық па? Дәрет бұзу кетпеді. Мұна барша перваштарға арналады. Өйле перваш алаңдама, тартынба, шындықты айтып найзағайдай жарқылда, шындықты айтып найзағайдай қалмасаң, қаласың сол перваш болған қалпында. Біз перваштар момын халық едік қой, старшақтардан талай таяқ жедік қой, ұрып соғып ренжіме дегенде, обыраттан әңгіме жоқ дедік қой. Ұрып соғып ренжіме дегенде, обыраттан әңгіме жоқ дедік қой. Әр қазақ домбыра ойнау білсе пап ойлаңыз. Білу керек қой. Сен шерді аласың ғой, біраз болсын білесің ғой. Кейбіреулер вообще білмейді ғой. Как это играет деп. Папа екеуміз домбыра шертіп отырсақ, маған қараңдар кім келіп тұр. Түсінбей қалғансың ғой, көрерім ау мынау кім деп. Bir anekdot aytayın da, anekdot aytayın. Қазір қара. Bir күні бір әйелдің күйеуі бар ғой, қатты ауырып больницаға түседі да, больницаға барады. Доктор біраз уақыт анан не қылады да, короче, палатаға кіргізіп бірдеңелер істейді да, шыққан кезде әйелі сұрайды ғой, доктор, мен күйеуіме не қылып бәрі дұрыс па десе, күйеуіңіздің жағдайы өте нашар дейді. Күйеуіңіз 7 ай комада жатады дейді. Ол жақтан шығып, оны Англияға тағы 2 жылға демалтқызу керек дейді. Сосын Бразилияға барып, тағы да 5-6 жыл ем алу керек дейді ана әйелі. Асыраушымыз жоқ, не болады енді, негізі сол бізді асырап жатқан еді. Не істейміз, жағдайымыз қиын болатын болды ғой деп қатты күйзеліп жатқан кезде доктор бүйтеді да, қарындас ойнап айтамын, күйеуіңіз өліп қалды. Ақиға Меккеде депорт беріп тастапты. Болды енді, бармайды Меккеге. Қаламен шеше. Қалады енді, точно Иван болады. Режим дурака. Қарандаш, футболкасын қарандаш. Өзінен 4 есе кішкентай футболкада. Ақиның басының фигурасын қарандаш. Көп жатқан мен. Демет, бесіктің астында дым төсемеген. Басының формасы қарап тұршы өзі. Ана мынау прямо кіреді ғой. Тік 4 тұршы. Что это ренжімешен, жон байқамай қалдым ғой. Не жылап отырсың сен, айтшы? Бота негізі на самом деле не знает, что сейчас происходит. Бота не делала отыр. Бота ма? Білмеймін. 150 миллион теңге желігі ма деп тұр ғой. Матис болса да болады. Аяқ педалға жетпейді ғой.
Котик, мы тут теперь будем вместе работать совместно, Пашер, да. Birga жұмыс істейтіндермен иншалла. Biz Buba ekemiz qo'shilib, в общем, Buba men Bota ekevine o'zi amonat, o'zi magazin, ekevi buyursa jarat deb o'ylamiz. Bu magazin bizning Bota ekemizning birga biznesimiz bo'ladi. Думаю, каждый подругаларның өзінің арманы болады ғой, бірге бизнес жүргізу. Барлықтарыңызға ассаламу алейкум, тағы да қалайсыздар? Біз қазір бутикқа келдік, Бота екеуміз бүгін съемкалар жасаймыз, сіздерге киімдерге обзор жасаймыз. Ну, короче, некоторые не понимают, магазин кімдікі сонымен дейді. Сенікі ма, Ботанікі ма дейді. Біздікі, оны біздікі. Екеуміздікі бірге біздің совместный... ойлап отыр бізді. Не, реклама, типа, реклама емес деп, ребята. Да, бұны... Всю жизнь будем тут работать. Всю жизнь өсеміз, Алла қаласа Қазақстан бойынша филиалдар ашамыз, сондай кезге жеткісін. Бұны Олжас екеуміз бірге жасадық, Бота білген жоқ, кеше білді. И Ботаға сыйға тартты, соответственно, основатели это мы вдвоем. Вот. Осылай, короче. Мен де сондай сұрақ қойған кеше. Это роскошь. Біз ойландық, типа, андай көп айтады, типа, почему, типа, екеуің бұсындар ғой, типа, бибикор, бір бәле деп жасамадыңдар дейді. Роскошь в переводе. Вот, все. Всем пока. Барлығына қайырлы кеш. Осындай ойын, тренд. Қазір барлығымыз көзімізді жабамыз. Сосын осы комнатада бір-бірімізді ұратын боламыз. Саған айтып көрдіңдер. Давай, жабыңдар. Жап. Құдай қашпайын давай. Құдайға қашпаймын. Мен де Құдай қашпайын. Құдай қашпайын. Вот, конкретно. Құдайды қойған жасап, видео көреміз ғой. Екі, үш, кет. И ты здесь. Айт дегеніңді айт.